Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 13-ші сабақ. Нәтиже сабақ. Жазылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. 24-ші бет. Өз отбасың туралы мәтін құрап жаз. Онда отбасыңдағы дәстүрлерге көбірек көңіл бөл. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Өз отбасы туралы мәтін жазады. 2 балл. Мәтінде отбасындағы дәстүрлер жайлы жазылады. 2 балл. Жазылым барысында орфографиялық нормаларды сақтайды. 1 балл. Айтылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма 24-ші бет. Суреттерге қарап, кім-кімге, не үшін бата беріп тұрғанын айт. 1-ші сурет, 2-ші сурет, 3-ші сурет, 4-ші сурет. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші суреттер бойынша ойын айтады. Әр дұрыс жауап берген суретке 1 ұпайдан 4 ұпай. Айтылым барысында орфографиялық нормаларды сақтайды. 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.